Қайырлы күн, оқушылар. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешуді одан әрі жалғастырамыз. Мынау мысалды қарастырайық. X-тің квадраты азайтылған XY қосылған 2 Y-тің квадраты тең болады 2-ге. Және X-тің квадраты қосылған 2XY азайтылған 3Y-тің квадраты тең болады 3-ге. Жүйенің теңдеулеріне назар аударыңыздар. Бұл теңдеулер симметриялы теңдеулер екенін көріп отырсыздар. Айнымалылардың дәрежелері бірдей. Әдетте бұндай теңдеулер жүйесін шешу үшін біз бұл теңдеулерді біріне бірін қосып немесе азайту арқылы біртекті теңдеулерге келтіріп алуға тырысамыз. Ол үшін теңдіктің екінші жағында бос мүшелерге назар аударыңыз. Бос мүшелері 2 және 3-ке тең. Олардың ең кіші ортақ кеселігі 6. Ендеше осы бос мүшелер 6-ға келетіндей етіп түрлендіру жүргізейік. Бірінші теңдеуді ол үшін біз көбейтеміз 3-ке, ал екінші теңдеуді көбейтеміз 2-ге. Сонда теңдеулер жүйесі мына түрге келеді. Бірінші теңдеуді 3-ке көбейтетін болсақ, 3x-тің квадраты азайтылған 3xy қосылған 6y-тің квадраты тең болады 6-ға. Екінші теңдеуді 2-ке көбейтейік, сонда 2x-тің квадраты қосылған 4xy азайтылған 6y-тің квадраты тең болады 6-ға. Енді бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтып тастайық. Сонда 3x квадрат азайтылған 2x квадрат. Азайту 3xy, азайту 4xy. Қосылған 6y-тің квадраты қосу 6y-тің квадраты. Тең болады, 6-дан 6-ны азайтқанда 0 қалады. Ықшамдап жазатын болсақ, x-тің квадраты азайту 7xy қосылған 12y-тің квадраты тең 0 теңдеуіне келдік. Бұл біртекті теңдеу. Бұндай теңдеулерді шешкен кезде біз әдетте теңдеуді x-ке немесе y айнымалысына бөліп жібереміз. Қазір біз y-ті 0-ге тең емес деп алайық та, теңдеуді y-тің квадратына бөлейік. Сонда x-тің квадраты бөлінген y-тің квадраты азайтылған 7xy бөлінген y-тің квадраты қосылған 12y квадрат бөлінген y-тің квадраты тең 0 бөлінген y-тің квадраты болады. Бұл теңдеуді мына түрге келтіріп жазайық. X бөлінген y-тің квадраты азайтылған y пен y-тің квадраты қысқарады. Сонда 7 бөлінген x бөлу y болады. Қосылған y квадратты қысқартып жіберсек 12 қалады, тең болады 0-ге. Бұл теңдеу квадраттық теңдеуге келтіріліп шешілетін теңдеу. Ол үшін біз мынау x бөлінген y айнымалыны басқа бір әріппен белгілеп алайық. X бөлінген y тең болсын z-ге. Сонда теңдеудің түрі былай болады. Z-тің квадраты азайтылған 7z қосылған 12 тең болады 0. Осыдан z1-міз 3-ке, ал z2 4-ке тең екендігін оңай таба аламыз. Енді табылған z-ті айнымалы алмастырған жерімізге келейік. Табылған z-ті мұнда апарып қоятын болсақ, x бөлінген y тең болады 3 және x бөлінген y тең болады 4 деген теңдеулерге келеміз. Бірінші жағдайды қарастырайық. Яғни z1-міз 3-ке тең. X бөлінген y-міз 3-ке тең. Енді осы жерде біз
есептің берілгеніндегі жүйедегі бірінші теңдеуді осыған қосымша қарастырайық. X-тің квадраты азайтылған xy қосылған 2 y-тің квадраты тең болады 2 деген теңдеу. Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін біз бір айнымалыны екіншісі арқылы өрнектейміз. Яғни x-ті y арқылы өрнектесек, бірінші теңдеуден x тең болады 3y деген шығады. Осыны апарып екінші теңдеудегі x-тің орнына қояйық. Сонда 3y-тің квадраты азайтылған 3y көбейту y қосылған 2y квадрат тең болады 2 теңдеуіне келдік. Бұл дегеніміз 9y квадрат азайту 3y квадрат қосылған 2y квадрат тең болады 2-ге тең. Яғни 9-дан 3-ті азайттық 6, 6-ға 2-ні қоссақ 8y квадрат тең болады екен 2-ге. Ендеше y-тің квадраты тең болады 2 бөлінген 8, яғни 1 бөлінген 4-ке тең. Олай болса, y1 қай сандардың квадраты 4-тен 1-ге тең білеміз, минус 2-ден 1-дің және плюс 2-ден 1-дің. Ендеше y1-іміз минус 2-ден 1-ге тең, және y2-іміз плюс 2-ден 1-ге тең. Y-тің мәндерін тауып алғаннан кейін x-тің сәйкес мәндерін табайық. Ол үшін мынау теңдеудегі y-тің орнына осы табылған мәндерді апарып қояйық. Сонда x1-іміз табылады. 3 көбейтілген минус 2-ден 1, ол минус 2-ден 3-ке тең. Және x2-ні табатын болсақ, 3 көбейтілген 2-ден 1, ол 2-ден 3-ке тең болады екен. Міне біз бірінші жағдайды қарастырдық, яғни z 3-ке тең болған жағдайды. Енді екінші жағдайды қараңыздар. Z2 4-ке тең. Z2 4-ке тең болатын болса, есеп қалай шығарылады? Z2 тең 4-ке деп аламыз. Бұлай болатын болса, x бөлінген y-іміз 4-ке тең, және берілген жүйенің бірінші теңдеуін қосымша қарастырайық. X-тің квадраты азайтылған xy қосылған 2y-тің квадраты тең болады 2-ге. Теңдеулер жүйесін шешу үшін тағы да бірінші теңдеуден x-ті y арқылы өрнектеп жібереміз. X тең 4y-ге, ол табылған 4y екінші теңдеудегі x-тің орнына апарып қояйық. Сонда мұнда 4y-тің квадраты, яғни 16y квадрат болады. Азайтылған 4y көбейтілген y. Ол 4y-тің квадратына тең. Қосылған 2y квадрат тең болады 2-ге. Ықшамдап жіберетін болсақ, 16-тан 4 азайтамыз 12, оған 2-ні қоссақ, 14y квадрат тең болады 2 деген теңдеуге келдік. Осыдан y-тің квадратын тапсақ, 2 бөлінген 14, яғни 2-ні 14-ке бөлсек, 1 бөлінген 7 деген шығады. Ендеше, осы жерде y3 және y4 табылады. Қай сандардың квадраты 1 бөлінген 7-ге тең? Оны біз білеміз. Ол минус 1 бөлінген түбір астында 7-нің және плюс 1 бөлінген түбір астында 7-нің квадраты. Сонымен біз y-тің 3 және 4 мәндерін тауып алдық. Енді осыларға сәйкес x-тің мәндерін табу үшін мынау теңдікті қолданайық. x4 тең болады 4 көбейтілген минус 1 бөлу түбір асты 7. Бұл минус 4 бөлінген түбір асты 7-ге тең болады. Және x4, кешіріңіздер, мұнда x3 болады. Және x4 табамыз. x4 4 көбейтілген 1 бөлінген түбір асты 7, яғни ол 4 бөлінген түбір астында 7-ге тең. Сонымен берілген теңдеулер жүйесі шешілді. Оның 4 түбірі бар екен. Минус 2-ден 3-те минус 2-ден 1. Екінші шешімі плюс 2-ден 3-та
плюс 2-ден 1. Үшінші шешіміміз минус түбір асты 7-ден 4 минус 1 бөлінген түбір астында 7 және 4 бөлінген түбір асты 7-де 1 бөлінген түбір астында 7 болады екен. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда осындай бір күрделі теңдеулер жүйесін шешуді үйрендік. Енді үйден өздеріңіз мынау берілген есептерді шығарып көруге тырысыңыздар. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.